Армысыздар, құрметті көрермендер. Арнамызда жаңа зияткерлік бағдарлама IQ-Ring. Сіздермен бірге мен Әйгерім Ашықбаева. Әртүрлі саланың мамандары шаршалаңда тоғысады. Бір ауық білім сайысына түседі. Ой санасын сынға салады. Біз сіздермен бірге IQ деңгейі жоғары ұшымда бірге анықтайтын боламыз. Мемлекетті дамытудағы ең үлкен қор адами капитал, білікті кадрлар кенші, экономиканың бақуатты, заманауи дамуына үлес қосатын негізгі қозғаушы күш. Бүгінгі бағдарламаға қатысатын командалар кімдер екен? Әуелі таныстырудан бастайық. Оң жағымда Назарбаев зияткерлік мектебі, топ басшысы Маутова Жаннұр ханым. Жаннұр ханым, топ командаларын таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Тобымызды таныстырып кететін болсақ, Назарбаев зияткерлік мектебі биология пәнінің оқытушысы Рысбекова Әлия. Одан кейін сол мектептің география пәнінің оқытушысы Жарасова Баян және мектебіміздің тарих пәнінің оқытушысы Құрманова Гүлжанат. Және мен топ басшысы Маутова Жаннұр, қазақ тілі әдебиеті пәнінің оқытушысы. Ал Жаннұр ханым, сіздердің командаларыңызға қарсылас болатын бүгінгі дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернатта топ басшысы Оңғарбаев Абылай. Абылай мырза, команда мүшелерін таныстырып өтсеңіз. Бірінші тұрған бізде Қанизова Гүлдара Қуанқанқызы, тарих және география пән мұғалімі. Содан кейін тұрған Елібаева Айсұлу Оралбайқызы, қазақ тілі және қазақ әдебиеті пән мұғалімі. Содан кейін тұрған бізде Бекбосинова Жансая Бітімбайқызы, физика пән мұғалімі, және өзім Оңғарбаев Абылай Жалғасұлы, математика пән мұғалімі. Жаннұр ханым, жаңа оқу жолында білім жүйесіне бірқатар реформалар енгізілді. Осыған қатысты ойыңызды айтып өтсеңіз. Жаңа оқу жолында бірнеше жаңалықтардың енгені рас, оны барлығымыз білеміз, жаңалықтардан да көріп жүрміз. Сол енгізілген білім бағдарламасының бір шамасы біздің мектепте сынақтан өткізіліп жатыр. Сол себепті оның көбісі біз үшін Назарбаев зияткерлік мектеп үшін аса үлкен жаңалық деп саналмайды. Ал Абылай мырза, сіздер Қазақстанның мектептері 12 жылдық білім жүйесіне көшуге дайын деп ойлайсыздар ма? Жалпы біз дайынбыз. Себебі оған дейін қанша мысақтар өткіздік, енді мектебіміз дайын деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі бағдарламаның сарапшысын таныстырып өтейін. Химия ғылымдарының кандидаты Ақкенже Бұсырманова ханым. Ал бүгінгі бағдарламаның демеушісі West Design жиһаз цехы болып табылады. Назар аударыңыз, West Design жиһаз цеха. Сіз үшін ыңғайлы жиһаз түрлерін жасайды. Мұнда сіз корпустық жиһаздар, кеңсе жиһаздары, үй жиһаздары, балаларға арналған ыңғайлы жиһаздар жасауға тапсырыс бере аласыз. Ең озық құралдармен жабдықталған цех өнімдері әрқашан сапалы. Тұрғындар үшін баға қол жетімді, жеңілдік және 3 айда бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ, пластикалық терезені де осында жасата аласыз. Біздер сіздер үшін еңбек етуге дайынбыз. Мекен жайымыз 4-ші шағын аудан, 37-ші 7-ші кеңсе. Байланыс телефондары 872 92 34 31 89 30 37 77 8 778 222 05 00. Сөзі алымды, пікірі шалымды болсын деген ниетпен білім бәсекесін өрбітейік. Олай болса, алғашқы айналым көкжиек. Арнамызда IQ-Ring зияткерлік бағдарламасы алғашқы айналым көкжиектің шартын түсіндіріп өтейін. Қазір алдарыңызға таңдаулы тақырыптар шығады. Әр тақырыпты әрбір топ кезектесіп таңдайды. Әрқайсысына қиынына қарай 10, 20, 30 деген ұпай санмен белгіленген. Қиынын таңдайсыздар ма әлде жеңіліне жүгінесіз бе? Ерік өздеріңізде. Олай болса бастайық. Әуелі бізде ойынды бастайтын Назарбаев зияткерлік мектебі. Жаннұр ханым, олай болса тақырыптарды таңдаңыздар. Таңғажайып әлем тақырыбын таңдаймыз. Ұяшық нөмірі 30. Олай болса сұрақты оқиын. Гренландия сияқты арктикалық аймақтардағы эскимостар не инуиттердің куник деп аталатын сәлемдесу рәсімдері бар. Бұл дәстүр отбасы мүшелері мен ғашық жандар арасында кеңінен таралған. Олар қалай сәлемдеседі? Олай болса, Жаннұр ханым, сіздерге уақыт кетті.
Жанар ханым, сіздер жауап дайын сияқты. Бізде жауап дайын. Кім жауап береді? Жауапты Әлия береді. Біздің ойымызша эскимостар өздерінің лебіздерін, махаббаттарын мұрындарымен үйкеліскені бойынша көрсетеді. Трутся носами. Дәл жауап емес. Олай болса, Аблай ханым, сіздер жауап бар ма? Аблай мырза. Бізде жауапты Гүлдар апай жауап береді. Біздің ойымызша, олар бір-біріменен төс түйістіріп және беттерін бір-біріне тақау арқылы амандасу рәсімі осылай өтеді деп ойлаймыз. Сіздердің де жауаптарыңыз өкінішке орай дұрыс емес. Гренландияда бұлай амандаспайды екен. Ендеше жауабын өзім айтайын онда. Жүздескен жандардың бірі мұрнының ұшымен жоғарғы ернін екінші жанның қолына я бетіне тегізіп терең демалады. Олай болса, Аблай мырза, осы таңға жайып әлем 10-20 ұяшығының біреуін таңдаңыз. 10. 10. Чек халқының жұптас билейтін халық биі қалай аталады? Олай болса, уақыт кетті. Бізде жауап дайын, жауап берсе бола ма? Абай мырза, егер дайын болса, әрине. Бізде жауап беретін Айсұлу ханым. Полька би деп ойлаймыз. Қалай? Жауап полька би деп ойлаймыз. Жауап полька. Полька би деп ойлаймыз. Дегенмен полька би емес екен. Олай болса, Жаннұр ханым, сіздердің жауап беру мүмкіндігіңіз бар ма жауап? Бізде осы нұсқаны ойланған болатынбыз, полька деп ойлаймыз. Полька деп ойлайсыз. Дегенмен бұл полька емес. Экранға назар аударайық. Чек халқының жұптас билейтін халық биі матиник деп аталады екен. Ендеше таңға жайып әлем тақырыбы жабылды. Қалған тарих толқында әдебиет жаратылыстану қалған болатын. Бізде таңдайтын қазір Аблай мырза. Тарих толқынында 30. Тарих толқында 30. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-3 ғасырларда Азияны дүр сілкіндіріп, ұлы Қытайды жеңген ғұн түркілерден тараған бұл ұлы тұлға 360 жылдары алаңдармен болған шайқастарда ерлігімен танылған. Баламир ханның 5-ші ұрпағы 434 жылы хан тағына отырады. Ол билеген уақыт Еуропалық ғұнғы мемлекетінің шарықтау кезеңі болды. Дон Днестерден Дунайға дейінгі ұлы дала жұртын бағындырып, шығыс Рим державасымен қанаттас жүреді. Панонияға көшіреді. Римді 2 мәрте шабады. Әңгіме кім туралы? Олай болса уақыт кетті. Үшінші ғасырда Уақыт аяқталды. Аблай мырза. Бізде жауап беретін Гүлдар апай. Бұл біздің заманымызға дейінгі 1-3 ғасырларда Азияны дүр сілкіндіріп, ұлы Қытайды жеңген бұл Мөде қаған деп ойлаймыз. Мөде қаған. Мөде қаған деп ойлайсыздар. Дегенмен жауаптарыңыз дұрыс емес. Жаннұр ханым, сіздерде мүмкіндік бар? Біздің топта жауап бар. Біз бұл сұрақтың жауабы атақты Еділ патша Атила деп ойлаймыз. Экранға назар аударайық. Әрине, Атила. Бәрекелді. Алғашқы 30 ұпайларыңыз сіздердің қоржындарыңызда. Ендеше құттықтаймыз. Ендеше біз сіздер қай тарих толқында 10-20 ұяшы қалады? Тарих толқынында 20. Форт Шевченко қаласының солтүстік жағынан 35 километрге дейін қашықтықта теңізге қараған шатқалын тұйығындағы табиғи су көз қалай аталады. Шатқал кәдімгі киіз үйге ұқсас, дөңгелек кеуек өңгір. Өңгір табанда осы шағын көл бар. Ертеде елдің ауыз су көзіне айналған. Олай болса, уақыт кетті сіздерге. Бұл сұраққа жауап бергенде бұл біздегі Саура жері, Саура көлі ғой деп ойлаймыз. Облысымызда орналасқан. Дұрыс емес. Сіздерде жауап бар ма? Меретсай жеріндегі Тамшалықтағы табиғи қорығы. Әрине, Тамшалы. Бәрекелді. Олай болса, Жаннұр ханым, таңдау кезегі сіздерде. Біз әдебиет ұяшығын таңдаймыз. Әдебиет 30. Әдебиет 30. Қала мәдениетінің қалыптаса бастауы театр өнерін дамытты. Соның негізінде көне грек әдебиетіндегі жетекші жанрлардың бірі драма пайда болды.
Антикалық әдебиетте алғаш бірнеше ғана драматургтер болды. Соның ішінде бұл жазушының драмалары трагедиялық сипатта болып, жеке адамның мемлекет алдындағы парызын, өз бақыты үшін күресуші адамды бейнеледі. Ең танымал шығармалары бұғауланған Прометей, Фибке қарсы жетеу. Грек әдебиетіндегі драматургты атаңыз. Олай болса, уақыт кетті. Сіздерде жауап бар сияқты, Жаннұр ханым? Бізде Уақыт тоқтатайық. жобалы жауап бар сияқты, біз бұл сұрақтың жауабы атақты драматург Эзоп деп санаймыз. Эзоп емес екен, өкінішке орай. Абылай мырза, сіздерде жауап бар ма? Грек әдебиетіндегі драматургты атай аласыздар ма? Бізде жауап беретін Гүлдар апай. Гүлнар апай, Гүлнар ханым. Бұл атақты Сократ деп ойлаймыз. Сократ деп ойлайсыздар. Дегенмен бұл Сократ емес екен. Грек әдебиетіндегі драматург, ендеше экранға назар аударайық. Эсхил. Бұғауланған Прометей, Фибке қарсы жетеу деген еңбектері бар, Эсхил екен. Абылай мырза, осы әдебиет тақырыбындағы қалған ұяшықтар таңдаңыз. Әдебиетте 20. 20. Сұрақ оқиын. Поэзия жанрын жаңа ғасырға жалғастырған бұл ұлы тұлға 20 ғасырда өмір сүрді. Атақты Сүйінбай Айронұлының шәкірті. Өмір сүрген кезеңдегі оқиғалар ақынның шығармаларында айқын бейнеленеді. Ұлы Отан соғысында қаламгердің Ленинградтық өренім атты жыр жолдары жауынгерлердің рухын, халықтың еңсесін көтерген ақынды атаңыз. Жауап бар ма? Бізде жауап бар. Жауап беретін Айсұлу ханым. Бұл автор, яғни Жамбыл Жабаев ақынның. Экранға назар аударайық. Әрине, Жамбыл Жабаев. Бәрекелді. Ленинградтық өренім атты жыр жолдарының ақынын білмейтін адам жоқ шығар. Ендеше, келесі Жаннұр ханым. Таңдау кезегі сіздерде. Жаратылыстану бағыты 30 яшығын таңдаймыз. Сұрақты оқиын. Бұл қор Біріккен ұлттар ұйымының арнайы ұйымы деген статусқа ие. Ол өзіне мүше елдердің валюталық, несиелік қатынастарын реттеуге және төлем балансының тапшылығы тудырған валюталық қиындықтарды шешу үшін оларға шетелдік валютада қысқа және ұзақ мерзімді несиелер беру арқылы қаржылық көмек көрсетуге қызмет етеді. Қорда атаңыз. Жаннұр ханым, сіздерге уақыт кетті. Бізде жауапта Уақыт тоқтатайық. Бізде жауапта Гүлжанат береді. Біздің топтың ойынша бұл халықаралық сақтық қоры, яғни Международный валютный фонд деп ойлаймыз. Бәрекелді, экранға назар аударайық. Халықаралық валюта қоры. 30 ұпай сіздердің еншілеріңізде. Ендеше Абылай мырза, ұяшық нөмірін атаңыз. 20 жарылсам. 20 деп ойлайсыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, теңдеуді көріп тұрсыз. Алтылардың арасына қосу, алу, көбейту және жақша қолдану арқылы нәтижені теңестіру керек. Жауабы дайын. Егер жауап дайын болса, Бірінші егер жауап дайын болса, бере қойыңыз, біз сарапшыға береміз. Берген жауап бұл дұрыс емес. Олай болса, Жаннұр ханым, сіздердің жауаптарыңыз бар ма? Міне сарапшыға ұсынайық. Өкінішке орай бұл жерде де жауап дұрыс емес. Жауап дұрыс емес болса, экранға назар аударайық. Дұрыс жауабына көз жеткізейік. Бірінші бөлігі азайту кейін дұрысқа 5-тен азайтады. Білім бақтың жібермейтін қазығы, білімсіз бақ әлдекімнің азығы деген екен Мұхтар Әуез. Олай болса, біз бірінші кезеңде білгілердің шабысын көрдік. Сарапшымыздан сұрайық. Екі команданың да шабыстары былай бірдей сияқты, бірақ соның ішінде Назарбаев зияткерлік мектебінің жинаған балдары ол жоғары. Яғни 60 бал Назарбаев зияткерлік мектебі 60 ұпайды жинады, ал дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернаты ол 40 бал, 40 ұпайды жинады. Ара қашықтықтар сонда 20 бал қазір құрап тұр. Сәттілік тілеймін. Олай болса, екінші кезең бейне сұрақ. Бейне сұрақтың шартын түсіндіріп өтейін. Қазір алдарыңызға 4 ұяшық шығады.
Бұл кезеңде берілетін ұпай саны 30 ұпай. Егер бір команда жауап бермесе, қарсылас команданың жауап беруге бұл кезеңде де мүмкіндігі бар. Олай болса, ұяшық нөмірін таңдау керек. Жаннұр ханым, әдеттегідей сізден бастаймыз. Ұяшық нөмірі? Біз ұяшық нөмірі 3-ті таңдаймыз. Бұл ел өзіндік ерекшелігі бар мемлекет, ал оның тарихы драмалық сәттерге және күрт өзгерістерге тұнып тұр. Өткен 60 жылдарға дейін бұл ел кедей елдерінің қатарында болған. 1959 жылдың мәліметтері бойынша мемлекеттің әр 10-шы адамы туберкулезбен ауырған, ал әр 100-ші адамы алапеске жалдыққан. Елдің кейбір жерлерінде ғана су құбыры болған және халықтың 90% өзен суын және қоғамдық құдықтарды пайдаланған. Бірақ бірнеше жылдың ішінде мемлекетте экономикалық өсу қарқын алды және 1963 жылы халықтың жан басына шаққандағы жалпы ұлттық өнім $100 құраса, бүгінде $31,000 асады. Мемлекетті атаңыз. Бұл жерде сұрақ мемлекетті атаңыз дейді. Бана алып 5 минут. Алып 5 минут. Уақыт аяқталды. Жаннұр ханым, сіздің тобыңыздан кім жауап береді? Тобымыздан Гүлжанат жауап береді. Қай мемлекетте ойлайсыз? Күрт өзгерген. Біздің ойымызша бұл Азия елдеріндегі Сингапур мемлекеті деп ойлайсыз. Бірақ жауабы Сингапур емес. Олай болса, Абылай мырза, сіздің жауап бар ма? Командаңызда кім жауап береді? Өзім жауап берейін. Жауабы Малайзия деп ойлаймын. Малайзия деп ойлайсыз. Дегенмен бұл да Малайзия емес екен. Күрт өзгеріс алған тағы бір мемлекет бар. Ол осы Азия жолбарыстарын бастап келе жатқан бір мемлекеттің бірі. Жауапты тыңдайық ендеше. Жауабы Оңтүстік Корея. Оңтүстік Корея. Олай болса, таңдау кезегі Абылай мырза сізде. Ұяшық нөмірі? Нөмірі бірінші. Бірінші. Батыс философиясының негізін қалаушы ежелгі грек философы. Ол өз шәкірті Платонмен бірге ежелгі гректің ең әйгілі 3 данасы деп қастерленген. Ол артына кітап жазып қалдырмаған. Идеялары мен ғұмыр баянын шәкірттері әсіресе Платон жазып қалдырған. Философия тарихында үлкен бұрылыс жасалған адам. Ол ғарышты зерттеуден адамды зерттеуге, адамның ішкі рухани шындығына, себепті танудан мақсатты тануға, бұрылуға әсер етті. Ойшылдың есімін атаңыз. Болса, уақыт кетті, Абылай мырза. Абылай мырза, уақыт аяқталды. Сіздің командаңыздан кім жауап береді? Бұл гректің ұлы ойшылы кім екен? Жауабын өзім берейін. Аристотель деп ойлаймын. Аристотель деп ойлайсыз, дегенмен Аристотель емес. Жаннұр ханым, сіздерде жауап бар ма? Біздің топтың ақылдасуы бойынша біз бұл Сократ деп ойлаймыз. Жауабы Сократ. Бәрекелді. Жарайсыздар, Жаннұр ханым, ендеше таңдау кезегі Жаннұр ханым өзіңізге түсіп тұр. Біз нөмірі 2-ші ұяшық таңдаймыз. Бұл аяқ топ шебері 1982 жыл Испанияның Барселона командасының құрама тобына $5 миллион келісім шартқа отырады. Кейін ол жарақат алып, журналистермен түрлі айтыстарға барып, және клуб басшыларымен әсіресе аргентиналық өзіне белгілі бапкер Миноттимен аразасып, клубтан кетуіне әкеліп соғады. Осыдан кейін ол итальяндық Наполи командасымен келісім шартқа отырады. Жаңа клуб футболшыны 7 миллионға бағалайды. Неаполда оны құдайдай құрмет тұтады. Оның командаға келуімен клуб 1987 жылы Италия кубогын, 1989 жылы УЕФА кубогын, 1990 жылы Италияның супер кубогын жеңіп алады. Команда бұған дейін 60 жыл бойы Еуропада немесе Италияда бірде-бір жеңімпаз атанып көрмеген екен. 1989 жылғы футболдан әлем біріншілігінде ол Аргентина құрамасының нағыз серкесі атанады. Қарсыластар қақпасына 5 топ соғып, Аргентинаның екінші рет әлем чемпионы атануына өлшеусіз үлес қосады. Аяқ топ шеберін атаңыз. Олай болса, Жаннұр ханым, ойлану уақыт керек пе, әлде жауап бар ма? Бізде жауап бар сияқты. Бұл біздің ойымызша Диего Марадона. Бәрекелді, әрине, Диего Армандо Марадона.
Аблай мырза? Соңғы ұяшық 4. Инсультпен күрес күні жыл сайын қай күні аталып өтеді? Ол 2006 жылы аталған аурумен шұғыл және белсенді түрде күресу мақсатында дүниежүзілік денсаулық ұйымы арқылы бекітілген болатын. Олай болса уақыт кетті. Ойланыңыздар. Инсультпен күрес күні жыл сайын қай күні аталып өтеді? Аблай мырза, уақыт аяқталды. Сіздерде жауап бар ма? Инсультпен күресу күні қай күні аталып өтеді екен? Бізде жауап беретін Айсұлу ханым. Айсұлу ханым, қай күнде ойлайсыз? Негізі менің ойымша 1 шілде сияқты. 1 шілде деп ойлайсыз. Бірақ бұл 1 шілде емес екен. Жаннұр ханым, сіздерде жауап бар ма? Жалпы бізде бұл сұрақтың жауабы шілде айында, соның ішінде 10 шілде деп айтып отырмыз. 10 шілде деп. Бірақ олай емес екен, жауаптың өзін тыңдайық. Жақында ғана негізі аталып өткен болатын. Бұл күн күз айының. Жауабы 29 қазан. Өкінішке орай ешкім жауап бере алмады. Дегенмен келесі кезеңдерге сіздерге сәттілік тілейміз. Сонымен екінші кезеңді де аяқтадық. Бұл кезеңнің қорытындысын сарапшымыздан сұрайық. Ақкенже ханым, екі команданың ұпай сандарын атап өтсеңіз, қай команда бұл жолы белсенділік танытты? Екінші кезеңде өкінішке орай дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернаты пассивті болды. Ал Назарбаев зияткерлік мектебі бұл жерде алға шығып, қосымша 60 ұпайды жинақтады. Сонда жалпы ұпай сандары қазіргі уақытқа 120 ұпай Назарбаев зияткерлік мектебінде және 40 ұпай бұл дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернатында. Бәрекелді. Расмаңыздар, мүмкін келесі кезеңдерде сіздерде белсенділік танытып ұтып өтер. Алға қарай шығып кетерсіздер. Келесі кезең қан талапай, бұл кезеңнің шартын түсіндіріп өтейін. Бұл кезеңде 2 минут уақыт беріледі. Берілген уақыт ішінде екі командаға жеке-жеке сұрақтар оқимын. Сол кезеңде кім жауабын білсе, айта беру керек. Жауапты ұзартып, немесе келесі басқа нұсқаларын айтудың қажеті жоқ. Бір ғана жауаппен ғана жауап беру керексіздер. Егер білмесеңіздер, келесі деп айтқаннан кейін мен келесі сұрақты оқимын. Ендеше бастаймыз. Бұл кезеңде әрбір дұрыс жауапқа берілетін ұпай 5 ұпай. Жаннұр ханым, сіздің тобыңыз дайын ба? Біздің тобымыз дайын. Ендеше бастайық. Күн жүйесіндегі ең кішкентай планета? Плутон. Дұрыс. Бірінші Петр ұйымдастырған Петербургтегі алғашқы орыс мұражайы? Эрмитаж. Жоқ. Кунсткамера. Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының қайнар көзі болып табылады? Дұрыс. Күйатас Құрманғазының кішкентай атты күйі кімге арналған? Исатай Махамбетке. Жердегі ең жылы теңіз? Дұрыс. Қазақтың ағартушы ғалымы Шоқан Уәлихан Корнет офицерлік атағын қай оқу орнынан алып шықты? Омбы кадет корпусынан. Дұрыс. Оңтүстік жартышардағы ең суық ай? Жазда, шілдеде. Дұрыс. Ең алғаш алаш қозғалысы қай кезеңде бой көрсетті? 1905 жылы. 5 жылдан бастап. Солтүстік Тянь-Шаньның шығыс бөлігінде орналасқан биіктегі орташа тау? Ұзын қара кетпен. Дұрыс емес. Халық демалу үшін пайдаланатын аудандар қалай аталады? Дұрыс. Маңғыстаудың баспасөз тарихы қай газеттен басталады? Маңғыстау газеті. Дұрыс емес. Радиовестник қабырға газеті. Сіз ұрпаққа не қалдырғаныңызды ойлайсыз? Өмір сүрудегі мақсатыңызды түсінесіз. Келер ұрпақ үшін алаңдайсыз. Қателіктер өкінесіз. Бұл адамның қай кезеңі? Қария кезеңі. Қарттық. Дұрыс. Кәрілік түйіні. КСР Конституциясы қашан қабылданды? 1978. Дұрыс. Шоқан Уәлихан неше жасында орыс география қоғамына мүше болды? 20. Қанша? 27. Дұрыс емес, 22. Отаршылдыққа қарсы күрескен Иса мен Досанға 2010 жыл қай қалада ескерткіш орнатылды? Уақыт аяқталды. Жаннұр ханым, сіздің тобыңызға 15 сұрақ оқылып үлгерді. Соның сіздер 12-сіне дұрыс жауап бердіңіздер. Бәрекелді. Ендеше Аблай мырза, сіздің тобыңыз дайын ба? Дайын. Ендеше бастайық. Астана, Алматы, Ташкент орналасқан сағаттық белдеу? 6+6. 5-ші, дұрыс емес. Натрийдің гидрокарбонаты қандай тұз?
келесі. Қышқылдыз. 1700 жылы 9 тамызда Ресей соғыс жариялаған мемлекет. 1700. келесі. Швеция. Менделеевтің периодтық жүйесі қай жылы құрылды? келесі. 1869 жылы. Орыс тарихшысы Ключковидің 1725-1761 жылдар аралығындағы Ресей тарихын атауы. келесі. Сарайлар төңкерісі дәуірі. Оңтүстік Америкадағы Сельвас. Сельвас деп нені атайды Оңтүстік Америкада? Торнадолар дейді жүр. Қалың орманда. Бір мезгілде тура және кері бағытта жүре алатын реакциялар қалай атаймыз? Қайтымды. Дұрыс емес. 21 ғасырдың басында Қазақстан білім беру индексі бойынша нешінші орын иеленді? 35 орында. 1773-1775 жылдар Ресейде болған көтерілістің басшысы. Дұрыс. Патша өкіметін геноцид саясатын не тежеді? Бірінші дүниежүзілік соғыс. Жоқ, ақпан революциясы. Ақиқат сый дастанның авторы. Ахмет Югінеке дұрыс емес. Бірінші Петр жүргізген үздіксіз соғыстардың жалпы ұлттық мақсаты не? Бірінші Петр үздіксіз жүргізген көп ел жаулап алу болды. Дұрыс емес. Ресейдің теңізге шығу жолына ие болу. 12 томдық шығармалар жинағы жарық көрген және балаларға арналған ертегілер, педагогикалық ойлар, өмірбаяндық естеліктер жазған орыс патшасы кім? келесі. Екінші Екатерина. Диссоциялану дәрежесі 30%-дан жоғары болатын электролиттерді қандай электролиттер деп атаймыз? Жауап қарапайым? Электролиз, жүр. Күшті. 1700-1721 жылдар болған соғыс қалай аталады? келесі. Солтүстік соғыс деп аталады екен. Дұрыс емес. Адай көтерілісінің туындау себептерінің бірі болған Аққоян жұты қай жылдар болды? Жақнет сәл дұрыс емес, 1927 жылы. 17 ғасырдың алғашқы ширегінде Үндістанның солтүстігінде билік еткен мемлекет. Дұрыс емес, Дели Сұлтандағы уақыт аяқталды. Абылай мырза, сіздердің командаңызға 17 сұрақ оқып үлгердік. Оның сіздер өкінішке орай біреуіне ғана дұрыс жауап бердіңіздер. Назарбаев зияткерлік мектебі ол 3-ші кезеңнен 60 ұпай жинады, ал дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернаты 5 ұпай жинады. Қазақстан Ақтау арнасында IQ Ring зияткерлік бағдарламасы шешуші асу, ақтық кезең, жекпе-жек. Бұл кезеңнің шартын түсіндіріп өтейін. Қазір ортаға мен бір команда капитанын шақырамын, оған қарап сұрақтар оқи бастаймын. 1 минут уақыт беріледі. Әрбір дұрыс жауапқа берілетін ұпай саны 5 ұпай. Ендеше алдымен ортаға Назарбаев зияткерлік мектебінің капитаны Жанырханды шақырамын. Дайынсыз ба? Сіз жалпы бұндай сындардан жиі өттіңіз бе? Оқушы кезімде. Ендеше бастайық. Аңырақай түбінде барлық қазақ жасақтарына қолбасшылық жасаған? Абылай хан. Дұрыс емес, Әбілқайыр. Орта ғасырдағы Үндістандағы діни орындардың меншігіндегі жер қалай аталады? Келесі. Вакф. Ахметтің анасының 3 баласы бар. Балалардың біреуінің аты Қыркүйек, Қазан, онда үшіншісінің аты кім? Қараша. Дұрыс емес, Ахметтің өзі. Сумен әрекеттескенде анион ретінде тек гидроскит иондарын түзетін заттарды қалай атайды? Су тотықтары. Дұрыс емес, негіз деп атайды. 18 ғасырдың ортасында Үндістанды отарлау үшін соғысқан мемлекеттер? Отарлау үшін соғысқан мемлекеттерге ағылшын мемлекеті, Англия жатады. Және Испания. Англия мен Франция ұпай бөледі. Үкімет қандай құқықтық акт шығарады? Нормативтік құқықтық акт. Дұрыс емес, қаулы шығарады. 15 ғасырдың Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық византиялық аумақтар жаулап алған мемлекет? Жауап жоқ, келесі. Осман империясы. Қазақстан Республикасында референдум өткізу туралы шешімді кім қабылдайды? Президент. Уақыт аяқталды. Жаныр ханым, сізге барлығы 8 сұрақ оқып үлгердім. Соның сіз 1,5 сұрағына жауап бердіңіз. Яғни бір сұрақты толығымен жауапты айтпадыңыз, бір ғана, сондықтан жарты ұпай ғана беріледі. Жақсы. Орныңызға бара қойыңыз. Олай болса, ортаға мен келесі команда Дарын мектебінің ұстаздарынан құралған команданың капитаны Абылай мырзаны шақырамын. Абылай мырза, ортаға келіңіз. Дайынсыз ба, Абылай мырза? Олай болса, бастайық. Гунмо қай тайпалық одақ билеушісінің титулы? Үйсін.
қабылданбайды, өкінішке орай. 12 ғасырда Осман империясының әскери күш қуаты мен өкімет билігінің әлсіреуіне себеп болған басты жағдай. Орыс мемлекеті, Ресей мемлекетінің шабуылы. Жоқ, дұрыс емес. Сипахилық жүйенің ыдырауы. Қазақстанда мемлекеттік биліктің ең жоғары өкілдік орган болып табылады. Парламенттік. Дұрыс. 1730 жылы Стамбулда қала кедейлерінің көтерілісін бастаған. Ататүрік өз. Фатрун Халил деп ат. Оң зарядталған иондарды қалай атаймыз? Аниондар. Катиондар. Конституцияға түсінік беретін Қазақстан Республикасының мемлекеттік орган? Үкімет. Жоқ, Конституциялық кеңес. Белсенді жанартауы жоқ бірден бір мемлекет? Келесі. Австралия. Қазақстан Республикасында мәжіліс төрағасына кандидатты кім ұсынады? Президент сайлайды. Президент ұсынады. Палатаның депутаттары ұсынады екен. Абылай мырза, сізге де 8 сұрақ оқып үлгерген болатынмын, оның сіз біреуіне ғана жауап бердіңіз. Жаңа сіз бір жауапты дұрыс айттыңыз, өкінішке орай командаңыз айтқаннан кейін қабылданбайды жауап. Бара қойыңыз орныңызға. IQ-ринг зияткерлік бағдарламасының барлық кезеңі аяқталды. Олай болса, сарапшыға сөз берейін. Барлық кезеңнің ұпай қорытындыларын айтып өтсеңіз. Дарынды балаларға арналған облыстық мектеп интернатының жинақтаған, барлық кезеңнен жинақтаған ұпай саны 50 балл. Ал Назарбаев зияткерлік мектебінің жинақтаған ұпай саны 187,15 ұпай. Бәрекелді. Назар аударыңыз, West Design жиһаз цеха. Сіз үшін ыңғайлы жиһаз түрлерін жасайды. Мұнда сіз корпустық жиһаздар, кеңсе жиһаздары, үй жиһаздары, балаларға арналған ыңғайлы жиһаздар жасауға тапсырыс бере аласыз. Ең озық құралдармен жабдықталған цех өнімдері әрқашан сапалы. Тұрғындар үшін баға қол жетімді, жеңілдік және 3 айда бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ пластикалық терезені де осында жасата аласыз. Біздер сіздер үшін еңбек етуге дайынбыз. Мекен жайымыз 4-ші шағын аудан, 37-ші 7-ші кеңсе. Байланыс телефондары 872 92 34 31 89 30 37 77 8 778 222 05 00. Білім адамға оңайлықпен түспейді. Оны меңгеру үшін көл-көсір өлшеусіз әрекет ету керек. Ғылым білімге түбегейлі берілген адам ғана ойлаған мақсатына жете алады. Бүгін ойынға қатысып, белсенділік көрсеткен Дарын мектебін құттықтаймыз. Сондықтан сіздерге демеушіміз West Design жиһаз цехы ұсынған сыйлық ұсынуға рұқсат етіңіздер. Ал бүгінгі ойында мықтылығын дәлелдеп ширек финалға жолдама алған Назарбаев зияткерлік мектебінің командасын құттықтаймыз. Ендеше команда капитаны Жаннұр ханымды ортаға шақырамын. Келіңіз. Жаннұр ханым, құтты болсын. Рахмет сіздерді. Рахмет. Жетістіктерден көріне беріңіздер. Рахмет. Ал Жаннұр ханым, пікіріңізді айтып өтсеңіз, ойын қалай өтті жалпы? Жалпы ойын тартысты өтті деп айтуға болады. Сіздердің бағдарламаларыңызға әрі қарай өркендеу тілейміз. Өте жақсы зияткерлік ойын екен. Біз осы алаңда өзімізді оқушылардай үміткердей сезіндік. Сіздерге үлкен рахмет, әріптестерімізге де үлкен рахмет тілейміз. Олай болса сіздермен алдағы ширек финалда кездесетін боламыз. Рахмет сізге. Білім бұл қолдағы шырақ. Адамның санасы түбі жоқ теңіз, ал білім түбіндегі бұл гауһар тас. Білімді адам әрқашан құрметке лайық. Осы әрдайым есте болсын. Келесі аптада кездескенше сәлематта болыңыздар.